Сөз депутат Иса Қазбек Жарылқасынұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мәдиқызы. Ақжолдың сауалы премьер Бектеновке, бас прокурор Асыловқа. Мемлекет басшысының бастамасымен салынып жатқан жаңа форматты 217 жайлы мектеп биыл бітуі тиіс. Бұл керемет жобаның басты мақсаты апатты мектептерді, үш ауысымды және оқушы орын тапшылығын жою. Жайлы мектептерді салуға ұлттық қордан 1 триллион 493 миллиард теңге бөлінген. Жауапты Самұрық Қазына Констракшн. Жоғары аудиторлық палатаның тексеруі бойынша тек бір жылдың өзінде осы жайлы мектептерден бюджет қаржысын тиімсіз пайдалану 311,9 миллиард теңгеге жеткен. Яғни бұл осы жайлы мектеп жобасында мектеп құнын асыра көрсету жөнінен социалистік жарыс өткен секілді. Өйткені мектептердің құны 9,5 миллиардтан асып кеткен. Данышпан Эйнштейннің заңы бойынша барлығы салыстырмалы түрде анықталады. Шымкентте өте жоғары деңгейде озық жабдықталған 1338 оқушыға арналған жекеменшік 4 қабатты, 3 қанатты әуежан мектебі 1 миллиард 720 миллион теңгеге салынған. Ондағы бір орын 1 миллион 285 мың теңге. Сөреті міне. Яғни, ал көлемі осы мектептен 138 орынға аз болса да, 1200 орындық жайлы мектеп 6 миллиард 413 миллион 748 мың теңгеге салынған. Бұл әуежан мектебімен салыстырғанда бір орынға 4 еседен де көп. Ал 2 есе аз 600 мектеп, 600 орындық жайлы мектеп 4 миллиард 600 миллион 327 мыңға салынған. Бір орыны бұның 6 есе көп. Ал 2000 орындық мектептер 9 миллиард 630 миллионнан асып кеткен. Сонда, яғни сапалары бірдей болса да жекеменшік мектептен жайлы мектептің құны 4-5 есе көп. Бұл үкілеп отырған ұлттық қордың қаржысы 4-5 есе шығын болды деген сөз. Сонда бір мектептің орнына 5-6 мектеп салынатын қаржы қайда кетті? Бұл есепсіз миллиардтардың сұрауы кімде? Жайлы мектептерді майлы мектептерге айналдырып отырған кімдер? Бізде бір мектептің орнына 4-5 мектеп салуға, немесе 1,5 триллионға 217 емес 1000 мектеп салуға кім кедергі? Президент шығынды доғарыңдар дейді. Ал біз бір мектептің бағасын 5 есе көтеріп, болашағымызға арналған ұлттық қорға қол салғанда мол салып отырмыз. Мемлекеттік сараптама бір мектептің құнын осынша асырып көрсетуді қалай өткізген? Мемлекет басшысы Тоқаев ана тіліне берген сұхбатында еліміздің түкпір-түкпірінде жүздеген мектептер, балабақшалар, дене шынықтыру, сауықтыру орталықтары салынды. Бұл азаматтардың әлеуетін көтеретін пайдалы инвестиция деп жергілікті кәсіпкерлерді жоғары бағалады. Қазір бой көтеріп жатқан мектептердің, мықты мектептердің жақсы нәтижесіне қарап, әділетсіз тендер өткізуді тоқтатып, шексіз есепсіз шығындарды жоюды тоқтату керек, жою қажет. Біздің ұсыныстарымыз: бірінші, мемлекет қаржысын тиімді игеру үшін мектеп құрылыстары күмәлі көп тендер тәсілімен емес, жеке инвесторлар ауқымды жобаларын қолдау арқылы салыну керек. Сонда өңірлерде бәсекеге сай жекеменшік мектептер көбейеді. Екінші, мектеп салу үшін жеке кәсіпкерлерге мемлекет жер учаскелерін беріп, сенімді қатынас орнатылу керек. Сонда заман талабына сай ғимараттар өз мерзімінде әрі артық шығынсыз салынады. Үшінші, жайлы мектеп жобасында құндары асырып көрсетілгендіктен тексеру жүргізілуі тиіс. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары, рахмет.